Сәлем достар, менің каналыма хош келіпсіздер. Бүгін біз мынандай зебра ала құймақтардан пісіретін боламыз. Видеом ұнап жатса, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Менімен бірге жасап көрсеңіздер де болады. Ең алдымен 2 жұмыртқаны алып, оны табаққа шағып алғаннан соң, венчикпен жақсылап араластырамыз. Жұмыртқаны көпіршіте отырып, жақсылап тағы да араластырамыз. Араластырып болған соң, оған 150 граммдай шекерімізді қосып, тағы да араластырамыз. Шекер мен 2 жұмыртқаны жақсылап араластырып аламыз. Осы қоспамызға және де 1 қасық соданы және 1 қасық жарты шай қасықта тұз қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Мұны жақсылап араластырғаннан соң, құймақтың қамыры өте тегіс әдемі шығу үшін, оны жақсылап араластыруымыз керек. Енді 1 пиала сұйық майдан қосып, бір кесеге азырақ құйып алғаннан соң, оған азырақ какао қостық. Бұл қоймалжыңды да жақсылап араластырып аламыз. Қосқан 2 ас қасықтағы какао жақсылап ерігенше, оны да кеседе қасықпен араластырып аламыз. Дәмі ерекше дәмді тәттірек болу үшін, оған 3 шай қасықта шекер қосамыз. Қосқан 3 шай қасық шекерді еріте отырып, ерігенше жақсылап қасықпен араластырып аламыз. Бұл қоспаны құймақты ала құймақтың арасына аласын пісіру үшін неге құйып аламыз? Дайын қапшығына құйып аламыз. Одан кейін оны табаға құйып пісіруге дайындап қоямыз. Бұл қоймалжыңды да дайындап аламыз. Қыздырылған тапаға да осы қоймалжыңнан бірінші пісіретін боламыз. Оны енді арнайы қапшығына құйып дайындап қоямыз. Енді табамызды отқа қойғаннан соң, оған жарты шай қасықта сұйық майдан құйып, оны жаққышпенен тапаның бетіне жағып қоямыз. Енді жаңағы арнайы қапшығына құйып алған қоспамыздың шетінен тесіп, енді оны тапаға осылайша видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп құйып шығу керек. Енді алдын ала осындай піскеннен соң, тапада піскеннен соң, үстінен құймақтың негізгі қамырынан құйып шығамыз. Міне, какаолы қоспа пісті ау деген кезде барып, одан кейін барып құймақтың қамырынан құямыз. Енді ол тезірек әрі бір тегіс жайылуы үшін тапаны қозғалтып, тегіс жайылуын қарап тұрамыз. Жайылғаннан соң оны 2 жағында қызартып, кәдімгі құймақ етіп пісіріп аламыз. Мына видеода көргендеріңіздей етіп, вилкамен аударып алуға болады.
Міне бетінде текшелер пайда болған кезде екінші бетін ауыстырып пісіруге болады. Міне біздің блинчиктер дайын болды. Бір демде 10 минутта пісіріп алуға болады. Егер менің видеом ұнап жатса, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, комментарий қалдырсаңыздар болады. Келесіде көріскенше сау болыңыздар.